Мына қызым мына шашыңды өріп берейін, екі бұрын болып. Өткендегі Гүл әпкең тапсырған саған шаш шолпанды тағып берейін. Мына қазақта дейтін қыздың шашына көп көңіл бөлген, оған әдемі әшекейлік зергерлер алған, қыз баласы бар үй деген кішкентай күннен әшекейлер жинаған, шаштың ұшына байлайтын шолпы деген болған, шашбау деген болған. Шолпы деген мына шаштың ұшына байланады. Шашбау деген ол мына түбінен бастап шашқа қосып өреді. Ол әртүрлі болады өзі. Күмістен жасалғаны болады зергерлер. Қызыл жақсы жібек жіптен жасалған шашбаулар болады. Қара жіптен жасалған шашбаулар болады. Қара жіптер шашбау деген ол деген мына шашты ұзын қылып көрсету үшін істелген. Себебі қазақта мына қыз баланың шашына әшекей тағатын себебі оның көптеген әсерлері бар. Мына шаштың жаңағы тартып массаж жасайды, шаштың өсуіне пайдалы. Сосын мына шылдырлап келген адамның көзі бірінші шашбауға шолпыға түседі. Сонда оны тіл көзден сақтайды. Мына әртүрлі зергерлік заттарды қыз балаға дейтін кішкентай күннен жинайды екен. Өңір жиек деген болады. Ол қыз баланың кішкентай күннен өскенде ана ақырын жүріп сабырлы жүруіне оның жаңа пайдасы бар екен. Ол деген жаңағы мына тік жүруіне, өзінің қалыптасып өсуіне, мәдениетті болуына соған байланысты екен. Қатты жүретін болса, ол мына шашбаулар дейтін шылдырлап, қайда жүргенін, қалай жүріп келгенін байқайды екен. Сондықтан қыз балаға өте көп қазақ мән берген. Себебі дейтін оның тәртіпті болуына, қыз балаға дейтін үлкен болашақ ана ретінде қараған, оны тәрбиелеп үйде ұстаған, жақсы жоғары отырғызған, әшекей кигізген. Міне біздің қазағымыздың осындай әдеттері бала тәрбиесіне өте мәні бар. Шашыңды өріп болдым қызым ал. Рахмет. Бол алтысы.